Баршаға сәлем, сіздермен бірге Балжан Серікқызы. Бүгін сіздерге ащы бұрыштарды банкіге жабудың рецептін бөлісетін боламын. Ендеше кеттік. Ең алдымен банкаларымызды стерилизация жасап аламыз. Содан кейін ішіне керекті заттарымызды салып бастаймыз. Бізге банкімізге чеснок керек, 2-3 тісше, қара бұрыш керек және лавр жапырағы. 2-3 жаңа жапырақтан салсаңыздар болады. Одан кейін жақсылап жуып алған ащы бұрыштарымызды осылайынан банканың ішіне теріп шығатын боламыз. Менің алтын оқырмандарым немесе жаңадан көріп жатқан оқырмандар менің каналыма тіркеліп, жазылып, қолдап, өз комментарийлеріңізді жазып, пікірлеріңізді жазып, кетулеріңізді сұраймын. Әрбір жазған пікірлеріңіз мен үшін өте маңызды. Сондықтан қазақша каналды дамуына өз үлестеріңізді қосқан боласыздар. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Осылайынан барлығын теріп ішіне салып аламыз ащы бұрыштарымызды. Мінекей біздің банкаларымыз дайын болды. Ішіне барлық ащы бұрыштарымызды салып қойдық. Енді банкамызға қайнап тұрған ыстық суды құйып, жарты сағатқа қойып қоямыз.
мінекей суымызды төгіп алдық. Келесі кезекте тұз және уксусты салатын боламыз. 2 литрлік және 1,5 литрлік банкі. 2 литрлік банкіге 2 ас қасық тұз, 1,5 литрлікке 1,5 ас қасық тұздан салдым. Уксусты да солай, 70% уксусты 2 литрлікке 2 ас қасық салдым, ал 1,5 литрлікке 1,5 ас қасықтан уксус салынды, 70%. Жаңа айтып өткенімдей, ыстық таза суды құйсаңыздар болады, қайнатылған немесе алдыңғы суын қайнатып қайтадан құйсаңыздар да болады. Менде бұл жерде жаңадан қайнатылған таза ыстық су. Келесі кезекте банкаларымызды жақсылап жауып алатын боламыз. Осымен біздің рецептіміз бітті. Өте оңай, тез жасалынады. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер үйлеріңізде осындай ащы бұрыштар бар болатын болса, не істеріңізді білмей жатсаңыз, осылайынан банкіге жауып тастасаңыздар болады қысқа. Мінекей, осымен біздің банкамыз бітті. Соңында осылайынан домалатып, ішіндегі тұздарын араластырсаңыздар болады. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет. Каналыма жазылып, лайк басып, қоңырау шаны басып кетуді ұмытпаңыздар. Және каналыма тіркелсеңіздер, бұдан да басқа неше түрлі рецепттерді көре алатын боласыздар. Сау, сәлеметте болыңыздар.